неге кеңес әскерін ауған жерінен шығарды? 1988 жылы 14 ақпан күні Женевада кездесу болады. Ол кездесуге Совет үкімет басшылары, Американың басшылары, сосын Ауғанстан мемлекетінің басшылары және Пакистан, Иран мемлекеттері басшылары қатысады. Бұл жерде көтерілген ең бірінші сұрақ Ауғанстанда болып жатқан азаматтық соғысты қалай тоқтатамыз? Әрине бәріне белгілі, бұл Ауғанстан жері әлемдік полигонға ауысқаны. Совет әскері Ауғанстан жерінде тұр. Совет Союзына, жаңа кеңес одағына қарсы мемлекеттер сол жердегі тұрған жаңағы әртүрлі топтарға, жаңағы оппозиционный жаңағы күштерге, боевиктарды қаржыландырып, соларға қару-жарақ әкеп беріп, соғысты ушықтырып отырғаны бәрі белгілі. Сондықтан ол жерде осындай келісімге келеді. Ауғанстанды мемлекетін жайына қалдырайық. Ешкім ішкі жұмысына араласпасын. Пәкістаннан жаңағы қару-жарақ, боевиктар, басқа осы соғысты жаңағы жүргізуіне әрекет жасап жатқан күштердің бәрі тоқтасын. Сол сияқты Ираннан да, Америкадан да, бүкіл әлемден келіп жатқан осы соғысты қолдап жатқан күштердің бәрі тоқтатылсын деген жаңағы мәлімдемеге олар келеді. Соның ішінде, осы келісімнің ішінде Ауғанстанда тұрған кеңес әскері шығу керек, кету керек деген келісімге қол қояды. Сөйтіп олар жаңағы 14 сәуірде Женевада қол қойған келісім бойынша бір айдан кейін 15 мамырдан бастап кеңес әскерін этаппен Ауғанстан жерінен шығара бастайды. Бірінші этап бойынша 3 айдың ішінде Ауғанстан жерінде тұрған кеңес әскерінің 50% шығу керектін. Сөйтіп 3 айдың ішінде 50% шығады, қалған 6 айда қалған 50% шығып, осы ақпанның 15-інде сол әскер шығудың аяқталады. Ең соңғы әскер, ең соңғы солдат осы 15 ақпан күні толық шығып бітеді. Сондықтан осы 15 ақпан біз үшін, ауған ардагерлер үшін мейрам болып саналады. Міне осы жерде Ауғанстанда, ауған жерінде азаматтық соғыста қаза болған 926 адамның есімі жазылған. Қай жылы қайтыс болғандар жыл-жылымен, міне марқұмдардың жатқан жерлері жайлы болсын дейміз. Елге қайтарда Ауғанстан президенті баршамызды от благодарного афганского народа деген медальмен марапаттады.